халқы көктем келді, наурыз келді, жайлауға келе қайдым. Адамдар, жер сенің аяулы бесігің, осы жер үстінде аштың сен тіршілік есігін. Онымен күндіктес жаның да қаның да, жер жаһан аялап тұр алақаның да. Жұлдыздар аспаннан құласа жамырап, күнде ол сәулесін төгеді жадырап. Күнде төгеді жадырап, бар бірлік тұрады бұл жерден жауынап, дүниеге жер қара шаңырап. О, жер ана, кешір бізді теңдерді. Көрдік рас, қаншама ертелікті. Әркім бірақ не ексек сонырады. Көсіп алып жатқан жоқпын мен сені. Жауыздықты жер ана жерлесіңде, сөйлеймін тілекші елшіңде бол, ұлымызды мақтан ғып бөлексіңде. Табиғаттың негізгі 4 тірегі бар. Адамзат осы 4 тірекпен ежелден күн көріп келеді. Олардың бірі жер ана, күн ана, ауа және де су. Осы 4 негіздің біреуі болмаса, онда табиғаттың тіршілігі тоқтайды. Адамзат күн мен жерді анасындай ардақтаған. Күн оның нұры сәулесі, ал құдіретті күші от. Осы күннің оты арқылы барша нәрселер табиғатта қозғалысқа түседі. Осының барлығын біздің күніміз басқарып тұрғандай. Ежелден ата-бабамыз күн туралы түрлі ырым-тыйымдар жасап, мысалға отқа түкірме, отты баспа, отпен ойнама деген секілді тыйымдар айтқан. Және де от ағасы, от басы, от ау деген сөздер де осы отты қастерлеуден бастау алған. Мен 22-ші наурызға бата берейін. Қарық құтты наурыз, қазанға толсын сары уыз. Қайнасын наурыз көшеде, толтырып ішке кезеңе. Ұлыстың ұлы күнінде, көппенен бірге күлімде. Көбейсін жаңа достарың, молайсын елге қосқаның. Ұлыс күні құтты болсын, ақ кетпесін таңдайдан. Ел іргесі мықты болсын, бақ кетпесін маңдайдан. Әумин. Жайлауда отыр ауылым, ауа сынай тауының. Шапқылаған құлын шап, сипат пайды сауырын. Жайлау кешін ұнатам, мал суарып жүратам, құлын байлап жүрекем, бие сауып жүратам. Жайлау жақсы расында, барлық бала қасында, құрт қайнатып жүрежем, қазан ушақ басында. Секпеге қалып келіп. Barakallah.
Ой, бәрекелді. Халық деген жайма көңіл. Barakeldi. Халық деген ал. Ой, barakeldi. Жас ұрпақ табиғат қорғаны. Атадан балаға мирас болып келе жатқан табиғатымызды көздің қарашығындай қорғап, анамыздай аялап, келер ұрпаққа таза күйінде қалдыруымыз керек. Табиғат адам бойына қуат, көңіліне шабыт, сеніміне ләззат шапағатын ұялтатын сұлулық пен әсемдік әлемі. Ал міне көктем мезгілі келіп қалды. Күн жылып, жер ана қайта оянды. Табиғатты көркейту үшін өз үлесімізді қосайық.